Қыздар, бұл салат қыстың бір аязды күндерінде бір жаздық көкөністерді аңсайсыздар ғой. Сол кезде нағыз ашып жейтін салат болмақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қырыққабат, сәбіз, қияр, қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, петрушка, тұз, шекер, қара бұрыш және дәміне қарай қызыл ащы бұрыш және сұйық майымызды құйып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. 10-15 минуттан кейін салатымыз өзінің соғы шығып, әдемі болып дайын болады. Кейін осындай шағын банкаларға салатымызды тығыздап саламыз, түбінде қалған согында бірге құйып жіберетін боламыз. Банкаларды алдын ала стерилдеп алуды ұмытпаңыздар. Толық өлшемдерін төменге описаниеге жазып қалдырдым. Темір ыдысқа түбіне майлық төсеп, салаттарымызды қоямыз, үстіне жылы су құйып, газге қоямыз, жай отта 15-20 минут қайнатамыз. Кейін салаттарымызды түсіріп алып, үстіне бір шай қасық уксусымызды құямыз, крышкасын жауып тастаймыз. Осымен біздің қысқа арналған свежий салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.